Қазақстанға бірінші рет мен 6 жыл бұрын келгем. Қазақстанға бірінші рет келгенде мен Қытайдан Испанияға пойызбен және автобуспен саяхат жасағам. Сәлем достар, менің есімім Майдана, менің каналыма қош келдіңіздер. Егер сіз американдық кит қазақ және орыс тілінде қалай сөйлеп кеткенін білгіңіз келсе және оның үйрену технологиясымен танысып өз өміріңізде қолдану жолын білгіңіз келсе, онда осы видеоны ары қарай көруді жалғастырыңыз. Кит менің халықаралық оқушыларының, яғни студенттерінің бірі болып табылады және өзінің таңдаған тілінде сөйлеп кеткен менің студенттерімнің бірі. Тек қана ол жартылай өзі мұғалім, оқытушы, ағылшын тілінен береді және оның хоббиі күлдіргі роликтер түсіру. Сол себепті ол экранға шығып өз-өзін көрсете алатын болғандықтан мен де оның нәтижесімен сіздермен бөлісе аламын, ал басқа студенттердің нәтижесімен өкінішке орай бөлісе алмаймын. Кит маған келген уақытта оның өзінің нақты белгілі оқу методикасы, тәсілі бар екен айтты, таныстырды және мен оның методикасын көріп, тура менің методикама 100% сәйкес келетін тура сол методика екенін түсіндім. Менің басқа видеоларымды ашып көрсеңіздер, сіздер түсінесіздер. Мен тілді қалай тегін меңгердім деген видеода мен айтқан болатынмын. Тілді тыңдау өте маңызды жаңа тілді меңгеруде. Одан кейін оны қаншалықты сіз жақсы нәтижені қалайсыз, соншалықты рет қайталау. Яғни оның да тілді меңгерудегі негізгі осы екі принципті ұстанады екен. Яғни ол бірінші тыңдау, тек қана тыңдау, қанша рет қажет болса соншалықты тыңдау және оны өзі аузымен жаттықтырып тілін қайталау. Бірақ киттің менен айырмашылығы ол тегін емес, ақылы жасауға. Ақылы жасауға қажет, өйткені қазақ тілінде ақпарат жоқ. Шынымен жоқ. Ал орыс тілінде оның дәл қалаған ақпараты өте аз. Ал ағылшын тілінде ақпарат көп, сол себепті мен оны тегін жасай алдым. Сол себепті ол өзінің тәсілін іске асыру үшін, яғни сапалы маманның қызметін тұтынды, яғни тұтынады. Ол мен. Біз бірге жұмыс жасаймыз, оның қалаған нақты мәтіндерін құрастырамыз өзіне байланысты. Оны мәтіндерді жай ғана құрастырып қоймай, біздің қазақ мемлекетіне, қазақ еліне байланысты диалекттерді, жаңағыдай сөздік мәнерді қалыптастырамыз. Себебі, мысалы, американдықтарда ол күлдіргі дүниелердің ішінде біздің менталитет қабылдай алмайтын сөздер, қалжыңдар болуы мүмкін. Мен оны маман ретінде, мұғалім ретінде айтамын. Өкінішке орай, бұндай қалжыңдарыңды өзіңнің еліңе барғанда айтасың, біздің елде айтудың қажеті жоқ және қолданудың қажеті жоқ және оны аударудың да қажеті жоқ деген сияқты. Сол себепті біз менің қызметін тұтынады, біз нақты мәтіндер дайындаймыз, ол мәтіндерді біз аудио жасаймыз, сол аудионы ол тыңдайды және өзі жеке үйінде тыңдайды және қайталап соны дыбысталуға жұмыс жасайды. Ал одан кейін біз бір кездескен уақытта мен оның жаңағы өзі тыңдап, өзі айтып үйренген жаңағы мәтіндерін ол қалай дұрыс дыбыстайды, қандай сөздерде екпін қояды, соны тексерем және түзеуге жұмыс жасаймын. Яғни ол өзі тілді әлі терең меңгермегеннен кейін сезіне алмайды, қай жерде қалай дыбысталып жатқан. Сол себепті мен оның әрбір сөзін естіген уақытта әріптердің кейбір дұрыс емес жерлерін өзіме түртіп алып, біз соны дұрыс қоюға және екпінін дұрыстауға жұмыс жасаймыз. Не үшін кит бұл методиканы қазақ тілі мен орыс тілін меңгеруде және өзінің басқа да кез келген тілдерін меңгеруде бұл техниканы таңдап алды? Себебі ол да өзі оқытушы ретінде, халықаралық оқытушы, ол да біледі. Яғни тыңдау ол өте маңызды және ең бірінші нәрсе, адам дүниеге келген уақытта, тілді меңгерген уақытта бірінші тыңдайды. Грамматикадан бастамайды, кітап ашпайды, әріп үйренбейді, тыңдайды. Сол себепті ол тыңдаудан бастайды. Содан кейін барып қайталап сөйлейді, содан кейін қажет болса әріп үйренеді, сосын барып оқиды. Яғни оның да оқу әдісі осы. Және де мен басында айтып кеткендей, сіз қаншалықты көп рет тыңдайсыз, көп рет қайталайсыз, соншалықты сіздің нәтижеңіз өте жақсы болады. Яғни қорытындылайтын болсақ, бұл жерде қысқаша айтқан уақытта бірінші киттің мақсаты анық, айқын, ол тілді не үшін үйреніп жатқанын біледі.
яғни мақсатын айқындап алған. Ол жерде менің қатысым жоқ, ол басында өзі біліп келді, не үшін үйреніп жатыр және қанша уақытта ол үйреніп қандай деңгейге жету керек екенін өзі біледі, мақсаты айқын. Екінші, ол сапалы маманның қызметін тұтыну, яғни менің қызметімді тұтыну, менімен бірге бірлесе отырып жұмыс жасау. Үшінші, ол сол өзі меңгеретін тілді 1000 рет, 100 рет қаншалықты қажет болса, соншалықты өзіне қажетті санға жеткенше тыңдау. Қайта-қайта күнде тыңдау және соны қаншалықты қажет болса, 1000 рет болсын, 100 рет болсын, оны қайтадан қайталап айту. Және бесінші, ол менімен бірге отырып, маманмен, оқытушымен бірге отырып, өзінің дыбысталуындағы, сөйлеуіндегі жаңа қателіктерді бірге отырып, кәдімгідей әрбір сөзді сөзбе-сөз отырып, ретке қою, әр әріпті, әр жаңағы екпінді және жалғауларды. Яғни осы 5 тәсілді қолдану арқылы ол өзінің қазіргі сөйлеп жүрген тілдерін меңгерген. Қазақ, орыс тілінде дәл осы тәсілмен меңгеруде. Kids деген істі кез келген адам істей ала ма? Әрине істей алады. Адамның істегенін басқа адам міндетті түрде істей алады. Және мен де жасадым, ағылшын тілін меңгердім. Қазір ағылшын тілінде сөйлейтін адамдарға қазақ тілі мен орыс тілін үйретуге көмектесемін. Және қазақтарға ағылшын тілін үйретуге көмектесемін, бірақ балаларға. Сол себепті, егер сіз тілді үйренгіңіз келсе, онда мақсатыңыз айқын болу керек. Ол өте маңызды. Не үшін жасап жатқан адам білмейінше, ол істеген ісін соңына жетпей, нәтижесін көрмей тастап кетеді. Мақсатты айқындау өте маңызды. Екінші, дұрыс маманмен бірге жұмыс жасау, қандай бағытта сен қозғалатыныңды білу және жауапкершілік және тұрақтылық, яғни күнделікті үнемі кішкентайдан жасап отыру және өзің қалаған деңгейге дейін жету. Егер сіз осы видеоны осы жерге дейін көрсеңіз, онда басқа да тілді меңгеруге байланысты видеоларды көруді ұсынамын. Және егер сіз тілді шынымен меңгерем деген шешім қабылдаған болсаңыз, ол орыс тілі болсын, ағылшын, испан, маңызды емес қай тіл болса да, онда мен сізді қуантқым келеді. Менің әр жұма сайын консультация берем, тілді 100% меңгеруге кепілдік беретін сізге бағыт-бағдар көрсетемін. Яғни ол бағыт-бағдардың консультацияның барысында сіз өзіңіздің мақсатыңызды айқындайсыз. Жаңа мен айтып кеткендей, мақсатыңыз айқын болмаса, өкінішке орай өзіңіз қалаған нәтижеге ешқашан жетпейсіз, немесе жетуіңіз 10 жыл, мүмкін 20 жыл болады, белгісіз, ешкім білмейді, өйткені сіздің мақсатыңыз айқын емес. Мақсатыңызды айқындауға және дәл сіздің деңгейіңізге сәйкес келетін курсты қалай таңдауыңыз керек, қандай курстар сізге сәйкес келеді, соны айқындайсыз. Бұл сізге уақытыңызды үнемдеуге, ақшаңызды үнемдеуге және қысқа уақытта нәтижелі белгілі бір деңгейге келуге көмектеседі. Ол үшін маған кез келген инстаграмға немесе төмендегі сілтеме арқылы өтіп жазсаңыз болады. Сөйтіп жұма күнгі консультацияға сізді күтем. Ендеше достар, мен видеом ұнаса, өзіңіздің лүпіліңізді қойып, астына пікір қалдырып, сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде сұрақтарыңызды қойып, және мен инстаграмға жазылуды ұмытпаңыздар. Басқалармен бөлісіңіздер. Келесі кездескенше.